Ассалаумағалейкум, құрметті игі жақсылар, құрметті достар, қайырлы күн баршаларыңызға. Эфирде Камыл Байсбайұлы. Қалдарыңыз қалай, достар? Так, бүгін бізде тақырып бұйырса үрейлі шабуыл, паническая атака туралы болады, Алла қаласа. Айкоша дейді, сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай дейді. Сәлеметсіз бе, жақсы, шүкір Алла деп. Өте керемет. Өздеріңіз қалайсыздар, жақсылар ма, достар? Қазір Самал ханым кірсін эфирге. Кірді. Эфирімізді бұйырса бастаймыз, құдай қаласа қазір. Так. Саламатсыз ба? Так, Самал ханым, қалайсыз? қайырлы күн, сәлеметсіз ба, қалайсыз? Жақсы, шүкір Алла Барлық деп. көрініп тұр ма, естіліп тұр ма, жақсы. Керемет, бәрі тамаша. Бәрі керемет. Бізде оқырмандар кіріп жатыр екен, жаймен деп. Так, эфирімізді онда бастай берейік, көптен созбай. Хорошо. Бүгінгі эфирімізді жалпы паникалық шабуылға арнасақ. Өйткені өте көп адамдарда осы уже мына жерде жазып отқанның өзінде қазір паникалық шабуыл, шаршап кеттім, қиналып кеттім деген қазір өте көптеген адамдарда. Жалпы паникалық шабуыл дегеніміз не? Осыған өзіңіз бір тоқталып кетсеңіз. Терезені шыға салайын. Паническая атака секілді, өзімді успокоить етемін дейді. Біз қазір сұрақтарыңыздың барлығына осы жерде жаймен деп жауап береміз. Эфирдің соңына дейін осы жерде болыңыздар, қараңыздар. Бүкіл сұрақтарыңыздың жауаптарын осы жерде аласыздар. Паникалық шабуыл деген жалпы не? Оны қалай түсіндіресіз? Вот осы туралы бір нық жауап болса. Хорошо, паникалық шабуыл дегеніміз ол аяқ асты адамда басталатын азапты үрей және қорқыныш сезімі. Адам өз-өзінен үрейленіп, қорқып, мазасанып, бейне бір өліп қалатын сияқты сезімдерде болуы. Ол ненің себебінен басталуы мүмкін? Ол әртүрлі ситуациялық жағдайларға байланысты болуы мүмкін. Мысалы, денесінде әртүрлі симптомдар болуы мүмкін, Мысалы, шай ішіп отырады, үйінде демалып отырады, немесе жұмыста жүреді. Сол кезде аяқ асты денесінде әртүрлі симптомдар. Жүрек тарсылдап кетуі мүмкін, экстрасистелия, немесе жүрек бүлкілдеп, немесе тамағы тығылып, тамағында бір түйін тұрған сияқты, ком в горле дейміз, отдышка болады өз-өзінен. Бұны ВСД симптомдар дейміз. Сондай симптомдар болады, немесе жақын адамдарынан айырылу, бір жаман хабар есту, тұтқиылдан, кенеттен, аяқ астынан дейміз ғой. Жаңағы бір жақын адам қайтыс болып қалыпты, аварияға түсіп қалыпты, балаң ауырып қалды, балаң құлап қалды деген хабарды естиді, жағымсыз. Сол хабарларды дұрыс емес қабылдаудың нәтижесінде, сол хабарларды асыра сілтеудің нәтижесінде преувеличение жасайды. Соның салдарынан біз қатты үрейленіп, үрейді басқара алмай қаламыз. Ол паническая атака. Бұл жерде паническая атаканың негізгі 4 элементі бар. Бұл біздің ойларымыз, болып жатқан ситуацияға берген бағамыз, және эмоциямыз. Сол ойлардың негізінде пайда болатын эмоция, қорқыныш эмоциясы. Содан кейін дене реакциясы, денемізде болатын симптомдар, және паническая реакция, яғни мінез-құлық реакциялары. Міне осы 4 нәрсе бірігіп бізде паникалық шабуылды не істейді, создавать етеді, жасайды. Демек, паникалық шабуыл дегеніміз қысқадан нұсқа түсіндіретін болсақ, аяқ асты немесе тұтқиылдан болатын азапты қорқыныш түрі. Оның причинасы өте көп. Бұрын стресс алған болуы мүмкін, күйеуінен ажырасқан болуы мүмкін, жақыннан айырылған болуы мүмкін, баласы ауырып қалған болуы мүмкін, немесе ота жасатқан болуы мүмкін, жүрегіне операция жасаған болуы мүмкін, денесінде витаминдердің азайып кетуінің нәтижесінде денесінде әртүрлі дискомфорттың пайда болуы себебінен де болуы мүмкін деген сияқты. Бұлардың барлығы триггерный ситуация, яғни жағдайлар, осындай жағдайлар. Осы болып жатқан жағдайлар сыртқы және ішкі факторлар біздің ойымызға әсер етеді. Яғни біздің ойлау жүйемізге әсер етеді.
соның салдарынан біз қатты үрейленіп қорқып кетеміз да, содан өзімізде жаңа паникалық шабуылды жасап алғанымызды өзіміз байқамай қаламыз. Мхм. Мхм. Сонда жаңағы сіз айтып жатырсыз ғой, түрлі ситуациялардан пайда болуы мүмкін деп жатырсыз ғой, жаңағы витамин жетпеу басқа. Бірақ оның барлығы түпкі себеп емес, триггерный ситуациялар, ол олар, түпкі себебі емес. Бұл причиналар жалпы түпкі себебі емес. Потому что қараңызшы, мынандай нәрсе бар да, болып жатқан жағдайларға байланысты бір адам жеңіл қабылдайды, бір адам ауыр қабылдайды. Түсінікті ғой? Егер оны түпкі себебі деп қарастыратын болсақ, онда сол болып жатқан жағдайларға байланысты барлық адам панический атакаға түсу керек. Мысалы, бір әке шешеден 3 бала дүниеге келді. Ол әке шешелер қартайды да бір күні қайтыс болды. Сол үшеуіне хабар жеткізілді. Үшеуіне бірдей хабар жеткізілді. Әке шешең қайтыс болды, әке шешең қайтыс болды, әке шешең қайтыс болды деп. Біріншісіне жеткізген кезде ол жеңіл қабылдау мүмкін. Әке шешем қайтыс болды, олардың жасы келіп тұрған еді. Олар қартаю жасында еді, уже о дүниелік болуға дайын еді олар деп жеңіл қабылдап, ойлардың нәтижесінде ол қатты үрейленбейді. Просто кішкене көңілсіздік болады. Екінші баласына жеткізілген кезде ол қатты үрейленіп, мазасызданып, қорқып кетеді. Неге? Өйткені ол солай интерпретация жасайды. Қалай ол қайтыс болады? Ойбай, енді не болады? Ары қарай қалай болады? Мен оларсыз қалай өмір сүремін? Мен де ертең солай өліп кетемін бе, әке шешем сияқты деген сияқты ойлардың нәтижесінде ол адамда паникалық шабуыл пайда болды. Ал үшінші баласында не? Үшінші баласында мүлдем паникалық шабуыл емес, керісінше қуану сезімі болған болуы мүмкін. Мысалы, оның ниетіне, ойына байланысты. Ол қалай? Әке шешем қайтыс болды, мен ең кенже баласымын, үйде бүкіл байлық маған қалатын болды деген сияқты да. Ол әке шешесінен мысалы құтылғанына риза, мысалы, сондай балалар болады ғой, мысалы. Демек, бұл жерде ситуацияны болған жағдайды біз негізгі причина, яғни себеп ретінде қарастыра алмаймыз. Өкінішке орай көптеген психолог мамандар осыны причина ретінде қарастырады. Біз келісеміз. Бірақ негізгі нақты причина ол емес. Витаминдердің азайып кетуі де емес, ота жасатуы да емес. Бір адамдар, мысалы, бір клиентім болды, менде жүрегіне операция жасатып, содан панический атаға түсіп кетті. Не үшін жасаттым, неге жасаттым деп, енді сол үрейлі шабуылдан шыға алмай жүр да. Бірақ жүрегіне ота жасатпаса, ол өліп кетуі мүмкін еді. Мысалы да, действительно опат болуы мүмкін еді. Бірақ ол жүрегіне ота жасатты, соның салдарынан аман қалды, соның себебінен аман қалды. Мысалы, бірақ ол сол жүрек операция жасатуды, ота жасатуды бір катастрофический жағдай ретінде қарастырды. Все, мен неге жасаттым, жасатпауым керек еді, мен соны жасаттым, мен жүрегімде ақау бар, мен жүрегім жағы, мен жарты жанмын, инвалидпін, жүрегіме ота жасатты деген атым бар деген сияқты, соны миына құйып алды да, енді постоянно паниковать етеді. Бірақ оның жүрегі сол паникасына, яғни үрейлі шабуылына төтеп беріп жатыр да. Знаешь, бұрынғы өмірінде паникалық шабуылға түскенде оның жүрегі төтеп бермес пе еді. Ал ота жасатқаннан кейін оның жүрегі не болды? Жақсы болды. Кардиолог дәрігерді айтқан, сенің жүрегің вообще күшті болды. Қазір мықты жұмыс жасап тұр, мышцалар өте керемет деген сияқты да. Осылай утверждать етсе де, осылай тұжырым жасап берсе де, оған ол сенбейді, оған ол келіспейді. Демек, бір адам жүрегіне операция жасатып, керемет, ота жасатып алдым, енді күшті, мен өмір сүре аламын деп қуанып жүрсе, ал екінші бір адам сол отаның себебінен паникалық шабуылға, яғни үрейлі шабуылға түсіп кетіп жатыр. Бұл жердегі негізгі себеп паникалық шабуылға түсуімізге біздің қабылдауымыз, ойлауымыз. Түсінікті ғой? Ойлауымыз, ситуацияға емес, ойлауымыз. Ситуацияға берген бағамыз. Денеміздегі симптомдарда емес, баламыздың ауырып қалуы емес, тіпті баламыздың өліп қалуы емес, әке шешемізден айырылып қалуымызда емес, бізді паникалық шабуылға түсірген, біз оны преувеличение жасап, асыра сілтеп, яғни қолда бар нәрселердің қадірін білмейміз. Мынандай нәрсе бар да, бізде Құдай бізден алған нәрсеге көп қараймыз ғой, негізі. Діни тұрғыдан айтатын болсақ, Құдай бізден алған нәрсеге көп қараймыз да, қалдырған нәрсеге көп қарамаймыз негізінде. Имам Шаарауи деген ғалым айтады да, Имам Шаарауи деген ғалым айтады, адамның жүрегі тынышталады дейді да, қай кезде Алланың алғанына емес, Алланың сенде қалдырғанына көбірек мән берсең дейді да. Мысалы, сенің 5 бала шағаң болуы мүмкін, 4 бала шағаң болуы мүмкін, бірақ Алла сенің бір бала шағаңды алып қойды, бір балаңды алып қойды. Сен сол кезде қатты стресске түсіп, депрессияға түсіп кетуі мүмкін. Неге? Өйткені сен алған нәрсеге қарадың дейді да, ол негізі мүлік Алланікі еді дейді. Немесе әке шешеңді алып қойды дейді. Бірақ сенің әке шешеңнен қанша бала дүниеге келді, сендер қанша ағайындысыздар дейді да. Мысалы, 4-5 бала болып дүниеге келдіңдер. Олар жалғыз келіп еді, сіздерді таратты. Олардың миссиясы орындалды. Эволюция жалғасып жатыр. Енді осы жерде қараңызшы, біз айтамыз ғой, біреу банкротқа түседі, бизнесінен айырылады, сол кезде панический атаға түсіп кетеді.
Неге сол бизнесті қатты не істейді, қатты асыра сілтеп, бизнесім қалай болды, не болды, қалай өмір сүремін, осы бизнесім бітті, енді өмір сүре алмаймын деп ойлайды да. Соның нәтижесінде стресс, депрессия, панический атакаға түсіп кетеді. Енді қараңыз дейді да, сол жерде жаңа имам Шағрауи деген ғалым айтады, Алланың сенен алғаны емес, сенде қалдырған қарашы дейді да, сенде денсаулығың қалды дейді да. Көзің көреді, құлағың естиді дейді да. Енді сенің көзің көрмесе дейді да. Сен көзіңді көрсетіп беремін десе бір дәрігер да, дәрігер мысалы. Дәрігер, көз дәрігері не дейміз, окулист дейміз ба? Мысалы, иә, көзіңді емдеп беремін, маған қанша бересің десе, сен бүкіл барлығыңды, дүниеңді бересің дейді да. Мал, дүние барлығын бересің. Бірақ сенде көзің көреді, құлағың естиді. Аяқ қолың сау, дұрыс па? Сап сау. Бала шағаң қасында, үйің бар, жағдайың жақсы. Тек банкрот болдың. Оны қайтадан восстановление жасай аласың, қалпына келтіре аласың, әрекет жасасаң. Бірақ уақыт керек, любой нәрсеге. Бірақ бізде өкінішке орай адамдарда не асығыстық бар, и моментальный результат. Жылдам результатқа қол жеткізгісі келеді, соның нәтижесінде одан сайын стрессті күшейте береді, напряжение күшейе береді, адамдар өздерін өлімге осылай алып келеді. Түсінікті ғой? Панический атакадан адам өлмейді, но панический атакада жүріп адам өзін өлтіреді. Осындай нәрсе бар. Потому что вторичный, третичный, четвертичный, пятичный кете береді. Яғни екінші, үшінші, төртінші, бесінші панический атакаларды қоса береді, подкреплять ете береді. Өйткені ол самостоятельно өзінің проблемасымен жұмыс жасай алмағандықтан осылай қоса береді да. Я, панический атака біз айтамыз, защитный механизм, защитный реакция, ол қорғаныс механизмі. Бірақ сен әрдайым жаңағы әр ситуацияға солай жоғары баға бере берсеңіз, қабылдай алмасаңыз, болған жағдайды өткізе алмасаңыз, иә, допускать етпесеңіз өзіңізге, және оған жеңіл қарауды үйренбесеңіз, неге болды, не үшін болды деп жаңағыдай өз-өзіңізді жей берсеңіз, все, уже сіздің организм уже құри береді. Организм уже көтере алмайды ол нагрузкілерді. Өзін защищать етіп келеді, қарсы тұрып төтеп беріп келеді да, сонда уже организм шаршайды, потому что сізде ұйқысыздық пайда болады. Ал ұйықтамаған кезде действительно организм шаршайды. Тәбеттің бұзылуы, керек кезде тамақ жеп, дұрыс құнарлы тамақ жемесеңіз, немесе шектен көп тамақ жей беру стресстің себебінен. Ол да организмге нагрузка, дұрыс па? Сондықтан бұл жерде осознанно істейтін нәрсе бар да, любой нәрсені адам жасаған кезде саналы түрде, саналылықпен, кәдімгі ақылдықпен жасауды үйрену керек қой. Ал панический атакада, депрессияда, ОКР, обсессивно-компульсивный расстройствода сіз өзіңіз жұмыс жасап жатсыз, ОКР-ды жүрген адамдармен. Олар саналы түрде жасамайды еш нәрсені. Олар бессознательно, бессаналы түрде, тек автоматом, на автомате уже. Избегание оларда всегда қашу, защитный реакция, защитный поведение, жаңағыдай ритуалдар жасайды, қорғаныс мінез құлықтарын жасайды, қашу мінез құлықтарына амал жасайды, соның нәтижесінде оны подкреплять ете береді. Краткосрочный перспектива болады, қашқан кезде, сол болып жатқан жағдайдан алсақтаған кезде кішкене бір жеңілдеген сияқты болады, но бірақ, ми все болды. Оны қайтадан не істейді, болды сен қаштың, демек ол жерде бір қауіп бар, сол себепті қаштың деген нәрсені ми сол сигналды күшейте береді одан сайын. Енді келесіде сол нәрсені істеуге адам қорқып қалады, немесе сол ортаға, сол жерге баруға қорқып қалады, сол нәрсені қайталаудан қорқып қалады деген сияқты ғой. Түсінікті. Енді қараңызшы, екінші сұрақ бізде ол мысалға көбісі айтып жатады. Бәр нормально жүрем дейді, кәдімгідей барам, кешеде бір кісі айтады, киноға бардым, кәдімгідей дейді, бірақ кенеттен басталып кетеді дейді. Бірден аяқ астына басталып кетеді, жап-жақсы жүрем. Одан кейін айтады, 2 жыл бұрын кетіп қалып еді, мен жап-жақсы болып кетіп едім. Осы бір ай болды, кенеттен өзі басталды, мен түсінбей алмын. Неге бұл, қалай, ол неге кенеттен басталады? Ол терапия алған адам ба? Или просто әлі келмеген ба сізге? Жоқ, келмеген. Ол адамда... Ол айтады, 1 жыл бұрын осы болып еді, мен де сосын үйттім, жақсы, жаңағы жұмысқа шығып кеттім, жақсы болып кеттім дейді. Қазір қарасам, бұрысы осы бір айдай болды, қайтадан кенеттен басталып жатыр дейді. Осындай адамдар көп, кенеттен басталып кетеді. Неге? Потому что проблемасын проработка жасаған жоқ қой. Ойлармен жұмыс жасаған жоқ. Ол отвлекать етті да, ойын өзгертіп басқа нәрсеге отвлекать етті, өзінің назарын басқа жаққа бұрып, сөйтіп жасады. Бұның өзі избегающий поведение деп есептеледі да, КПТ терапевттер айтады. Егер сен панический атакада жүрсің, спортпен заниматься етіп, солай шығуға әрекет жасап жатсың, бұның өзі жаңағы айтқан избегающий поведение, қашу поведениесі болады, қашу мінез құлқы болады. Себебі сен әлі ойларыңды толыққанды жеңген жоқсың, сен анау ойларды ұмыту мақсатында қашып жатсың.
Бұл деген сөз сол ойларды одан сайын подкреплять етіп жатсың. Ал КПТ терапевттер айтады, наоборот, сол ойды қабылдап, рұқсат беріп, сол ойлармен оспаривать етеді. До конца қай жерге дейін алып барады. Керек болса, экспозиционный терапия дейтін нәрсе бар. Ол жерде екі түрлі терапия жүреді. Бірінші рациональный эмоциональный визуализация, одан кейін поведенческий экспозиция жасау. Тело арқылы іс-әрекетке көшу, сол нәрсені жасау. Мысалы, сен ойша қабірге алып барып, өзіңді жатқызып үйрет керек болса. Ойша жаңағы ОКР'да жүрген адамға ойша сол нәрселерді жасар. Сол нәрсеге рұқсат бер. Мысалы, лас нәрсенің арасында, мусордың арасында жүрген сияқты елестет. И сол жерде бол. Я, бұны техника цунами деп те атайды. Осындай терапиялардан өткеннен кейін барып қайталанса, оны біз рецидив деп атаймыз. Рецидив. Түсінікті ғой, яғни КПТ терапиясынан өткен адамдарда рецидив болады. Ал терапия қабылдамаған, КПТ когнитивті мінез-құлық терапевтермен жұмыс жасамаған адамдар болса, оларда рецидив емес, ол қалыпты күнделікті қайталана беретін панический атака. Ал енді терапиядан өткен адамдарда қайталану бір рецидив деп аталады, ал рецидивтің алдын алуды олар жақсырақ біледі. Я, панический атака оларда болады, потому что ситуативный мәселелер болып жатыр ғой, мысалда. Немесе бір нәрсеге дұрыс емес баға беріп қойды. Но бірақ ол рецидивті өзі еңсере алады. Ал терапияға келмеген адамдарда ол откат, рецидив деген нәрсе болмайды. Оларда как положено, сол күнделікті панический атакасы одан күшеймесе, ол азаймайды. Азаймайды. Мүмкін тегін жаңағы ютубта психотерапевтердің, КПТ терапевтердің тегін информацияларын, видеоларын қарап, деп жаңағы айтқан жеңілдеуі мүмкін, но бірақ оның өзі проработка жасап жатқан жоқ. Мидағы ойлармен, яғни ол жерде бөлінеді. Біз тек қана айтып жатқанымыз искаженные автоматические мысли дейміз ғой, жаңағы бұрмаланған автоматты ойларды айтып жатырмыз ғой. Онымен ғана жұмыс жасалу жеткіліксіз. Бұл жерде Аарон Бек дисфункциональный глубинный убеждение дейтін нәрсе бар. Терең наным сенімдер, дисфункционалды терең наным сенімдер. Ол жаңағы никчемность, непривлекательность и беспомощность дейтін нәрселер бар, Сосын тағы да үмітсіздік деген нәрсені қосады. Все болды, менің болашағым жоқ, мен осылай кетемін деп, соның нәтижесінде өздеріне қол жұмсап жатқан адамдарда болады, депрессивный расстройствоға түсіп. Осы дисфункциональный глубинный убеждение, одан кейін промежуточные, яғни аралық убеждениялар бар. Промежуточное убеждение, оның өзі правила, условные предположения, сосын отношения дейтін нәрселер бар. Солардың барлығы өзгергеннен кейін барып автоматически мысли өзгереді біздегі. Түсінікті ғой, біз тек қана автоматик поверхностно дейміз ғой, тек анау бетіндегі қаймағымен ғана жұмыс жасап жатырмыз, ар жағына түбіне терең кірмегендіктен ол қайталана береді. Ол қазір мен мысалы осы жерде екеуміз сөйлесіп, сіз маған сұрақ қойып жатсыз, мен жауап беріп жатырмын, бұның өзі терапия емес, бұл просто информация. Яғни паникалық шабуыл жайындағы информация. Адамдар осы хабарды естіп кішкене жеңілдеуі мүмкін, көңіл күйі сәл болса да дұрысталуы мүмкін, но бұның өзі терапия емес. Нақты терапия ол қашан, қай кезде болады, сіз осындай маманмен, яғни КПТ терапевт болсын, психотерапевт болсын, алдында отырып, сіздің санаңызда болып жатқан ойларыңызбен, денеңізде симптоматикаларды айту арқылы, қандай дисфункциональный эмоциялар бар, қатты үрей, мысалы, қатты қорқыныш, немесе дисфункционалды ашу, қатты ашулану, ренжи бересіз немесе, қызғаншақсыз немесе, ревность, дисфункциональная ревность дейтін нәрсе бар. Әйеліңізді шектен тыс қызғанып, оны басқалармен ойша жатқызып тұрғызасыз деген сияқты. Немесе дисфункциональный зависть дейтін нәрсе бар. Шектен тыс көре алмаушылық. Оны жасағыңыз келмейді, бірақ на автомате уже ми сол нәрсені жасап жатыр. Түсінікті ма? Ми жасап жатыр. Соны психотерапевт сұрайды, сұрақтар қою арқылы сол дисфункционалды эмоцияларға себеп болып жатқан искаженный ойларды табады, бұрмаланған автоматты ойларды табады да, сол арқылы ары қарай глубинный убеждение кіреді. Дисфункциональный глубинный убеждение бар. Ол неден туындап жатыр? Ар жағы неден? Жаңадай өзіне берген бағасы, беспомощность дейтін нәрсе бар, никчемность дейтін нәрсе бар, бейшаралық, әлсіздік деген сияқты. Солармен проработка жасаған кезде ол адамда мықты улучшение болады. Улучшение болады. Оны көріп жатырмыз қазір деген, бізде енді курс жүріп жатыр ғой, курстың соңғы аптасы, дерлік барлығында улучшение бар, барлығында прогресс бар. Мысалға, прогресс жоқ, мен вообще дым болмады менде деген адам жоқ та, өйткені неге? Миы түсініп келе жатқаннан кейін уже ол денедегі симптомдарында басқарып үйреніп жатыр. Миы түсініп келе жатқаннан кейін прогресс өте жоғары. Дұрыс айтасыз оны. Білім алған. Былайша айтқан кезде невроз, панический атакадан шығу үшін ең бірінші білім керек деп айтуға, қорытындылауға болады. Білім осы туралы. Білім, терапия. Обязательно, ол міндетті түрде бірінші орында білім.
біз бұл өмірде өмір сүру үшін любой нәрсе, тіпті әйелмен қарым қатынасқа түсу үшін де сен білуің керек ол нәрсенің не екенін. Тамақ жеу үшін де тамақ пісіруді білуің керек. Оның өзі білім. Өзге адамдармен тілдесу үшін де сен оның тілін түсініп тұруың керек қой. Сен тіл білуің керек, былайша айтқанда. Өзіңнің ана тіліңде сөйлеудің өзі ол тіл, мысалы да. Түсінікті ғой. Мысалы сіз орыспен тілдесу үшін орыс тілін білуіңіз керек деген сияқты. Иә. Сұрақтарыңызға жауап беріледі. Иә, сұрақтарға жауап беріледі. Қазір соңына қарай прям алып жауап бересіз ғой, да, сұрақтарға, иә? Әрине. Бұл жалпы бұл ұстама кезінде қандай қауіп бар, адамның өміріне қандай да бір қауіп бар ма? Осы панический атака болғаннан адамда қандай егер қауіп панический атака басында болған кезде ешқандай адам соны басынан өткізеді ғой, пережить етеді, иә, соны. Переживание дейміз ба, не дейміз жаңағы? Проживать етеді. Проживать ету деген точно. Иә. Соны проживать ету, басынан өткізу, содан аман қалса, все, ары қарай уже дальше больше аман қалу ықтималдығы өте жоғары. Егер басында ұстаған кезде панический атака сол кезде қатты қиын болып, егер органический ауруға себеп болып кетсе, онда ол өте қиын. Өте қиын. Онда уже ол медицинский тұрғыдан емделу керек. Өйткені қараңызшы, бірінші панический атаканы дене еңсерсе, соны қабылдай алса, уже ары қарай дене сол нәрсеге адаптацияға түседі. Бірақ мида мынандай установка қалыптасады. Менде осы нәрсе болып жатыр, мен денем көтере алмайды, яғни низкая переносимость фрустрация дейтін нәрсе бар. Жайсыздыққа төмен төзімділік. Мен келесі панический атака келсе, точно өліп қалам дейді да, солай өзін қорқытады. Бірақ дене одан өліп қалмайды. Дене қай кезде өледі, панический атаканың ударынан, соққысынан, егер ол адам шектен жаңағы айтқан уайымның себебінен тамақтанбай қалса, денесін әлсіретіп тастаса, иә, физический активностьке түспесе, әрекет жасамаса, кровообращение болмаса, жата берсе, сосын түнде ұйықтамаса деген сияқты ғой. Сол кезде жайлап уже денеде повреждение дейміз ғой, денеге зақым келіп жатыр жай-жайдан. Иә, жай-жайдан уже ол денені өзі құртып жатыр. Денені панический атака құртпайды. Денені панический атака өлтірмейді. Иә. Оған деген көзқарасы да, напряжениесі. Иә. Напряжение бола береді. Напряжение бола береді, денеде қысымдар бола береді, уже нервный система қысылады, зажимдер болады. Ал сол кезде ол нақты мамандармен жұмыс жасап, миын өзгертпесе, ойын өзгертпесе, интерпретацияны дұрыстамаса, көзқарасын өзгертпесе болып жатқан ситуацияға, ол ары қарай уже дальше больше қуып, одан сайын мазасызданып, действительно ауру болуы мүмкін, патологический ауруға алып келуі мүмкін. Иә, бастапқыда панический атака патологический не органический ауруға алып келмейді, немесе ол адамды өлтірмейді, немесе ол жынды болып қалмайды, есінен айырылып, контрольді жоғалтып қоймайды. Но дальше больше дейміз ғой, ұзақ уақыт мерзімді панический атакаға ол бүкіл проблемаларды создавать етуі мүмкін. Мысалы қараңызшы, панический атака сізді депрессияға алып келеді. Келсіз ғой. Себебі сізде панический атака болып жатыр. Панический атака дегеніміз жалпы предсказание негативного будущего, болашаққа жағымсыз болса, маған бір нәрсе болып қалады деп күту, негізі ожидание. Панический атака өтіп кеткеннен кейін, неге болып жатыр менде бұл состояние, не үшін болып жатыр, неге болып жатыр деген ойлар адамды депрессияға алып келе береді. Жайлап тығады депрессия. Уже депрессия, уже ең ол қауіпті расстройство негізі. Адам көңіл күйі көтерілмейді, уже өмір сүргісі келмей бастайды, ангидания басталады. Сосын ол адамда тревожный депрессивный расстройство дейтін нәрсе пайда болады. Бұрын ода панический атака тек қана тревожный расстройство болса, енді ол адам күлмей бастайды. Бұрын күліп көңіл көтеріп жүрген адам енді күлуден қалып бастайды. Панический атака адам өмірде любой нәрсені удовольствиені ала алады, күле алады, көңіл көтере алады. Бірақ депрессивный расстройствода адам тек қана ашушаң болады, я нервозность дейміз ғой, выгорание болады, и тек қана ашуланып, ренжіп, айналасында внимание бөлмеген үшін адамдарға қапаланып, неге сендер маған внимание бөлмейсіңдер, мен ауырып жатырмын деп, постоянно ренжумен одан сайын раздражать етіп, өз-өзін не істейді, ауруға тыға береді. Депрессияға алып келеді. Содан кейін ритуалдар жасап бастау мүмкін. Ол ОКР, уже обсессивно-компульсивный расстройство алып келеді. Ритуалдар жасап бастайды. Егер мен мынаны жасамасам, мен өлемін, немесе маған бір нәрсе болып қалады деп компульсияларды қосады. Навязчивое действие дейміз ғой, жаңағы жалықтыратын әрекеттер. Содан ОКР қосылады, әртүрлі жаңағы проблемалар қосылады, деген сияқты ПТСР қосылып кетеді, ГТР, генерализованный тревожный расстройствоға айналып кетеді. Яғни осылай психический расстройстволарға, биполярный расстройство болуы мүмкін сосын ары қарай. Сондықтан нақты бұл жерде жұмыс жасалу керек. Қазір мысалы біздегі неврозбын деп келіп отқан адамдардың көбісінде осылардың барлығы бар негізінде. Потому что менің өзім осылардың бәріне түскен адаммын ғой. Себебі бір-біріне себеп болады. Мысалы депрессия панический атакаға себеп болады. Панический атака депрессияға себеп болады. Оны бәрін курста айтқанбыз және олардан шығудың жолдарын бәрін көрсеткенбіз.
иә курста. Иә. Депрессия дегеніміз не, паникалық шабуыл дегеніміз не, бір-біріне байланысы не, олардан шығу жолдары, структурасы, природасы барлығы қарастырылған да. Ал егер жүре берсе, ол мынау неврозда жүрмін деген адамдардың барлығында осы эмоциональный расстройство, яғни бүкіл эмоциялар бар. Ашуланып кету, ренжи беру, қатты қорқа беру, өз-өзіне өліп қаламын, жынды болып қаламын, есімнен айырылып қаламын, контроль жоғалтып қоямын, немесе ауырып, инсульт, инфаркт, ракпен ауырамын деген эпохондрический расстройство дейміз оны, жаңағыдай панический атака кезінде болатын. Осындай аурулардың барлығы бар. Барлығы бар. Мысалы, тек қана бір адам айтуы мүмкін, менде тек қана панический, ол да тек панический атака емес, біз консультацияда білеміз, что ода жай ғана панический атаканың өзі ғана емес, и плюс депрессиясы бар. Плюс ОКР бар еще. Мысалы, да? Иә. Одан кейін ең көп кездесетін қазір есімнен айырылып қаламын, өліп қалатын сияқтымын деген ойлар жиі болады, иә, панический атакада. Иә. Ол ой неден болады? Қазір есімнен айырылып қалатын сияқтымын деген көбінесе. Потому что, қарашы, панический атакада әртүрлі симптоматикалар болған кезде адам әртүрлі поведениелер жасап бастайды ғой. Бессознательно жасап бастайды, иә, избегать етіп бастайды, қашып бастайды, бір жерде отыра алмайды. Сол поведениесінің негізінде мида жаңа установкалар қалыптасады. Мен қаштым, демек мен өзімді контроль жасай алмаймын. Түсінікті ғой, ана жерден қашып кетті ғой, мысалы тойда отыр, сол жерде жүрек тарсылдап бастады, сол кезде ол не істеді, мен өліп қаламын қазір деп интерпретация жасайды. Яғни жүрегінің тарсылсын, ол дұрыс емес интерпретация жасады, дұрыс емес өзіне қабылдады, дұрыс емес өзіне түсіндірді. Соның нәтижесінде ол сол тойдан қашып кетеді. Оның поведениесі не болады? Қашу. Енді қашқаннан кейін өзін сөгеді. Мен жындым ба, тойдан қаштым, неге мен қашып жатырмын, мен басым жасамай ма? Ал не болды деп, жаңа өзін сөгеді де, мен жындымын деп, жаңа енді содан уже установкалар қалып бастайды. Мен что-то жынды болады сияқтымын. И сосын еститінде сондай әңгімелер болып кетеді да, информациялар. Мысалы, әлеуметтік желіде мына ИИ дейміз ғой, немесе жасанды интеллект дейміз, иә, искусственный интеллект. Біз көбірек жаңағы не сөйлейміз, уже телефон барлығын естіп тұрады да, соның барлығын бізге шығарып береді. Псих болу туралы, жынды болып қалу туралы сіз әңгіме айтсаңыз, қазір біз эфирден шықсақ, уже жындыларды көрсетіп бастауы мүмкін да. Есінен айырылған мысалы, есінен айырылып қалған жындыларды көрсетіп бастауы мүмкін. Өлім туралы көп айта берсек, кілең жаназаларды шығарып беру мүмкін, өлімді шығарып беру мүмкін, мәйіттердің несін видеоларын көрсетіп беру мүмкін деген сияқты да. Сонда ол адамдардың телефондарынан да сондай нәрсе алдынан атып шыға береді, уже ол триггер, уже как будто ескерту сияқты қабылдайды да, подкрепление болады. Мен жынды болайын деп жатырмын, маған алдынан шығып жатыр деп подкреплять етеді. Содан ол адамда дереализация, деперсонализация дейтін симптомдар болады, яғни әлемді жатырқау және өзінің тәнін жатырқау. Как будто мына өзінің тәні өзіне емес, өзін жатырқайды. Мына әлем не үшін, біз не үшін келдік, ертең бәрі өлетін болсақ, неге біз бұл әлемде жүрміз деген сияқты өзінің миссиясын ұмыту ғой. Соның нәтижесінде сол дереализация, деперсонализация, ол тағы да плюс удар болады, тоже подкрепление, бұл да убеждениесін одан сайын күшейтеді. Анау дисфункциональный глубинный убеждение бар, мен жындымын деген. Мен жындымын деген. Ол жынды болып қалсам деп айтып жатыр, болашақта жынды болып қалсам, есімнен айырылып қалсам деп жатыр ғой. Негізі дисфункциональный глубинный убеждениесінде мен жындымын деген убеждение тұр уже. Біз соны проработка жасаймыз. Ол мен жындымын деген, ол бала кезден келе жатқан оның убеждениесі болады да? Жоқ, бала кезден емес. Бала кезден қалыптасатын убеждениялар бар, соны подкреплять етеді іс-әрекет арқылы. Мысалы, страх смерти бар адам, ол өлетін точно біліп тұр, күні ертең ол өледі, немесе бір сағаттан кейін өлетінін біліп тұрған адам болса. Бірақ ол өлмеуі де мүмкін ғой, дұрыс па? Иә. А вдруг я умру дейді. Мысалы, а вдруг мен аяқ астымен өліп қалсамшы деген ой, оны қатты қорқытып жатыр ғой. Ол өліп қалсамшы деген сұрақтың ар жағында мен өліп қалам деген не бар? Утверждение бар. Утвердительный формат дейді да, бұл жерде уже тұжырым бар. Тұжырым бар. Ол өліп қалам деген уже утверждение. Болмаса қорқпайды ғой. А вдруг мен өліп қалсам деп өзіме айттым. А вдруг, Камал, я умру завтра. Мен неге қорқпай тұрмын? Потому что бұл утверждение емес, жай ғана сұрақ. Оның екінші тарапы бар, өлмеуім де мүмкін, дұрыс па? Мен сол үшін спокойнымын, былайша айтқанда мен тыныш отырмын. Но панический атакада, осы неврозда жүрген адамда, а вдруг я умру дейді ғой, аяқ қол қалтырап, уже телесный реакциялар, уже симптомдар басталады денеде. Неге? Өйткені ол уже завтра точно өледі ол адам. Оның ойында бірақ. Ол на самом деле өлмеуі мүмкін, иә? Ол физически өлмейді, биологически өлмейді. Ол просто жаңағыдай мысление ғой, ойша. Уже ойша өзін істеді, өлтіріп тастады.
Түсінікті. Қараңызшы, жалпы негізінде паникалық шабуыл кезінде не істеуге болмайды, немесе қалай тыныштандыруға болады. Көбісі, мысалға бізде ана чатта да айтып жатады, иә, жақсы жүрсем, жақсы көңіл күйде жүрсем, бір-біріне жаңағыда айтып жатады ғой, дұға оқып ал, жақсы көңіл күйде жүр, ойлама, жаман ойлама, сол кезде тынышталасың дейді да, қаншалықты бұл көмектеседі. Вот қалай, не істемеу керек, не істеу керек паникалық шабуыл кезде? Қалай Паникалық тыныштандыруға болады? шабуылдың кезінде эмоциямен жұмыс жасамау керек мүлдем. Эмоцияны басуға тырысу керек. Яғни қорықпа деп айтуға болмайды. Панический атакада жүрген адамға, мысалы сіздің жақын адамыңыз панический атакада жүр ма, ол адамға қорықпа деп эмоциясына бұйрық беруге болмайды. Қорықпа деген тікелей эмоциямен жұмыс жасау. Мгм. Эмоция бұл салдар негізінде. Эмоциональный реакция дегеніміз салдар. Түсінікті Иә. ма? Оған Аха. біз қалай айтамыз? Қорқа бер, потому что сен қорқуға ақың бар толық. Нормально, бұл кәдімгі Алланың саған берген эмоциясы. Қорықсаң не болады? Ешнәрсе болмайды. Яғни қорықпауым керек деген сайын, ол мен қорықпауым керек деген өзіне долженствование дейміз ғой, жаңа талап қояды да, Иә. сол талаптар орындалмаған сайын ол қорқыныш күшейе береді. Түсінікті ма? Біз қорықпа, қорқуға болмайды. Сен еркек емессің ба деген сияқты сөздер айтылмайды ер азаматтарға. Неге қорқасың, қорқатын не бар деп те айтылмайды. Ол обесценивать етілмейді. Оның эмоциясын обесценивать етпейміз біз. Құнсыздандырмаймыз. Оның сол эмоцияны сезінуіне рұқсат береміз. Сол эмоцияда болуына рұқсат береміз. Қабылдауына, иә, сол эмоцияны Қабылдауына, иә, қабылдауына ол панический рұқсат атака сенде болып жатыр, қазір бола берсін. Иә, болсын, рұқсат бер. Иә. беру. Мен қорықпауым керек, мен өліп қалмауым керек, маған бір нәрсе болмау керек деген нәрсе талаптарды алып таста мидан. Яғни өзіңе артық талаптар, жүктемелер салма, артық талаптар қойма. Просто жеңіл қара. Панический атака келе берсін, рұқсат бер, қабылда, иә, сосын қашпа. Қай жерде панический атака болды, қай жерде паникалық шабуыл болып жатыр, сол жерде қашпа. Я айналаңдағы нәрселерге қара, просто жоғары бағаламастан, просто жеңіл қара. Осознанность болу керек. Осознанно жаңа қарау. Яғни избегание болып кетпеу керек та, тезірек мен айналамдағы заттарға қарауым керек, сезінуім керек, соны осязать етуім керек. Жоқ, олай болмайды. Ол уже қашу болып есептеледі. Жоқ, панический атака сізге келе берсін, параллельно просто қолыңызға стакан ұстаңыз, иә? Айналаңызда наушник бар, ұстап көріп, сезініп, прям кіріп оқуға тырысыңыз. Панический атака өзіме өзі бола берсін. Главный сол жерден қашып кетпеуге тырысыңыз. Иә. Осы жайында бізде қазіргі курсқа қатысып жатқан қатысушылар айтады да, осы сізді дейді Камалбай Юсупбайұлын ютубтан, мынау эфирдан көрген кезде осы қабылда деп айтады, осылай сезін деп айтады, келе берсін деп айтады, бірақ түсіне алмайтынбыз дейді да. Ол қалай деп миымыз жетпейді. Өйткені енді бұл жерде сіз 100% ақпаратты біз бере алмаймыз ғой, бәрібір толыққанды да. Сосын курсқа келген кезде дейді, әр техниканы, әр сабақты оқыған кезде қабылдау деген не, сезіну деген не, проживать ету деген не, рұқсат беру деген не, бәрін уже саналы түрде түсініп бастап жатырмыз дейді. Түсінік қалыптасқан сайын, сен өзіңде болып жатқан нәрсені түсініп тұрсаң дейді, оны еңсеру жеңіл екен дейді. Сондықтан мына жерде қаншама сұрақтар қойып жатыр ғой енді қазір да, сіздер сонда қабылдауымыз керек па деген сияқты қазір сұрақтар. Бұны қалай сіз қанша бұл жердің эфирдан көргенімен, мынау білім алып, кәдімгі курстағы бүкіл, иә, платформадағы біздің бүкіл сабақтарды алған кезде толығымен бір 100% түсінуге мүмкіндік бар да. Солай қалай ойлайсыз? Білім ғой, білім. Иә. Жеңіл форматта еще. Иә, неліктен жалпы көп адамдар осы паникалық шабуыл болған кезде, осындай күйге түскен кезде, депрессия, стресс болсын, ОКР болсын, иә, ауруханадан және емшіден бастайды? Мен өзім бір рет жауап беріп қойдым, арзан шығар деп та, енді ана емшіге барасың, 500 теңге тастайсың, 1000 теңге тастайсың, бірақ екі есе ауру ол жерден алып келетін, мен жұмысы жоқ қой деп ойлап қойдым да өзім. Жоқ, емшінің де емшісі бар, мысалы ішіңде жын бар дейді да біреулер, ішіңде жын бар. Кеше біз группада бір кісі, емшіге барған, ол емшіге емделіп жатыр. Уже емші оны көрінбейтін жіппен байлап тастады өзінен. Убеждение арқылы, наным сені кіргізіп алды. Сені өлімге дуалаған, сен өлесің скоро, мені ғана шешуім керек, менің ата-бабамның аруақтары сөйдеп айтып жатыр деп, оны кәдімгі байлап алды, иә? Байлап алды, өзіне клиент қылып алды. Енді ол жазып жатыр, мен мына емшінің емін бітірмеймін, мен сіздің курсыңызға қатыса алмаймын дейді да. Потому что ода убеждение. Ол емшіні ол құдай деңгейіне көтерді да, яғни оның ойында ол емші бейне бір құдай. Бірақ ол құдай емес қой, ол бейшара ғой, ол өзіне қашан өлім келетінін ол емші білмейді. Бүгін ертең өліп кетуі де мүмкін, мысалы да, аяқ асты. Бірақ ол ақша зарабатывать ету үшін оны алдап, шарлатанствомен айналысып, әлгі клиентті өзіне қарады. Енді панический атакада жүрген адам, ол сондай сенгіш адам,
бір қойшы басыңа иттің боғын жақ десе боғын жағады, ана жерге жат десе жатады. Мына біреудің кіші дәретін ішсең паникалық шабуылдан жазыласың десе жазылады. Бүкіл нәрсені жасап шығады. Паникалық шабуылың остеохондроз дейді, остеохондрозын емдейді, мануальный терапевтке барады, одан сайын мына грижасын шығарып алады, одан сайын ауруын асқындырып алады. Мануальный терапевттердің түрі көп қой қазір, әркім бизнеске айналдырып, ұрады, соғады, одан сайын ауру қылып жіберіп жатыр денесін. Массажистке барады, жаңағы массажға барады да, одан да жаңағы ұқалатады, пайдасы жоқ. Бір қайтып келе береді, үрей қорқыныш. Біреуде кушеткеде жатқан кезде мазасы қашып кетті мысалда. Массаж жасап жатқан кезде, денесінде ана массаж жасаған кезде денесінде әртүрлі дискомфорттар болады ғой. Сол кезде жүрегі соғып, жаңағы массажға. Енді келесі массажға бара алмай қалды. Мүлдем массаж жасата алмайды ол адам. Потому что фобия қалыптасты. Сондықтан дәрігерге бара береді. Себебі неге? Денесінде телесный реакция болып жатыр. Телесный реакция болып жатыр, сол реакцияларды ол дұрыс емес интерпретация жасайды. Рак деуі мүмкін, инфаркт деп қабылдау мүмкін, немесе басы ауырса оны опухоль деуі мүмкін. Басында опухоль бар мысалда. Тамағында мысалы ком в горле болса, демек менде зоб бар, немесе менде рак бар тамағымда деп қабылдайды. Асқазаны күйсе тоже язва бар, немесе асқазанда рак бар деген сияқты. Немесе жаңағыдай Альцгеймер дейді, Паркинсон дейді, ревматизм, артрит деген сияқты да. Массаждан фобия бар деп бір жазып жатыр екен бір оқырманымыз. Дәл сол сияқты көрдіңіз ба? Оларға бара береді, өткен телесіне реакциялар беріп жатыр. Барады, таза десе де, сосын қайтадан барып, а вдруг шығып қалар деген ауру. Басқа жаққа бара береді. Басқа бір клиникаға барады. Енді бұл адамда эпохондрийский фобия дейтін нәрсе қалыптасады. Эпохондрийский фобия дегеніміз өз-өзіне ауру іздей беру. Эпохондрийский расстройство өз-өзіне ауру іздей беру. Бұл тексеріле береді. Бүкіл басқа елдерге кетіп қалады. Осыдан неше миллион ақша кетеді. Мысалы, мен өзім эпохондрик болдым, 4 миллион ақшам кетті мысалда. 4 миллионнан астам ақшам кетті. Примерно мен қомақты жұмсаған ақшам саны білемін, 4 миллион. Ал мен ұсақталып кеткен ақшаларды білмеймін. Сосын емшілерге бару, емшілер бір сверхъестественный, сверхчеловекті, мен емшілерге көп барған соншалықты уже мына жеріме келді, қазір мен уже емшілердің атын естіген кезде құсқым келеді. Того сондай бір не бар, раздражение бар оларға. Себебі олар мені әбден алдады, мені ұйықтатты, сені өлімге сиқырлады деді мені. Ол кезде панический атакам 2 есе күшейіп кетті. Содан сол емшіні мен қатты жек көріп кеттім да. Мен қазір жек көрмеймін, оны тапсырдым ғой, Құдайға тапсырдым мысалда. Но сол кезде менде қатты қорқыныш миыма кіріп кетті. Содан кейін дос балдарыма бардым, жақын жын шығарумен айналысатын кезінде бірге жын шығарғанбыз. Ішінде 2 жын бар, 5 жын бар, осындай деп. Білмеймін неге сүйеніп айтып жатқан, бұрын бізде айта беретінбіз. Мен де солай айта беретінмін. Примерно дауысқа қарап айта беретінбіз да. Сосын артынан түсіндім, что бұлардың барлығы выдумка, былайша айтқанда, ойдан шығарылған нәрсе. Біз сол нәрсеге өзіміз сендіріп алғанбыз да, и өзгелерді сендіруге. Яғни өзіміз сенген нәрсеге өзгелерге біз навязывать етеміз. Мысалы, жаңағы қол ашуға болмайды, зиян деп информация естіп алдық та, и балаларымызға да соны навязывать етеміз да. И балаларымыз келесі қол ашып қалса, уже паника ұстайды. Потому что убеждение бар ғой, кола зиян деген. Соны ішеді да, содан паника ұстайды. Көрдіңіз ба? Не нәрседен қорқып тұрып, сол нәрсені жасаса, адамда панический атака болады. Біреу горилланы ішеді да, горилладан панический атакасы басталып кеткен, мысалы, жүрек тарсылдап та. Неге? Өйткені ол горилланы ішіп жатқанда убеждение бар. Горилла ол адамды өлтіреді деген. Бірақ қанша адам горилла ішіп жатыр, неге өліп жатқан жоқ? Мысалда біреу горилла ішіп жатып өліп қалды деген. Может, сол кезде ажал келген шығар ол адамның мысалда. Әрине, горилланы бұл жерде мен ақтап жатқан жоқпын. Оның зияны бар, зияны жоқ емес. Оны мен білмеймін. Эксперттер өзі анықтар, дәрігерлер айтып жатыр, зиян болса, зиян да шығар. Бірақ бұл жерде бізге ең қатты зиян нәрсе, ол білесіздер ме не? Ол убеждение, біздің ойларымыз. Ойларымыз. Ойларымыз бізді өлтіріп тастамауы мүмкін. Ойларымызды бай қылып жібермеуі мүмкін. Мысалы, мен бай боламын деп ойласам, бай болмауы мүмкін. Немесе өліп қалам десем, өліп қалмауы мүмкін. Но бірақ өліп қалам деген ой мені үйден шығармайды. Жетістікке жеткізбейді, үйден жата беремін қамалып. Дұрыс па? Бұны социальный изоляция дейді. Біз әлеуметтік оқшаулану. Үйге кіріп алып, сыртқа шықпай, адамдармен араласпай жата береміз. Өйткені менде убеждение бар. Сыртқа шықсам, адамдармен аралассам, мен өліп қалам, жүрегім ұстап қалады, дәрігер маған көмектесе алмай қалады, менде осындай проблема басталады деп, нәтижеде біз үйден шықпаймыз. Демек, ойдың зияны осы. Біздің іс-әрекетімізге, мінез-құлқымызға әсер етеді. Ал енді мен бай болам деген оймен мен бай болмауым мүмкін, но бірақ осылай ойлап, осы нәрсеге сенсем, менің ойым действительно бай болуға көмектесе ма? Іс-әрекет арқылы? Әрекетке алып келуі мүмкін да. Мен ойлағандай миллиардер болып кетпесем де, но бірақ маған ақша келіп бастайды.
Бұның өзі менің байлыққа жеткізетін жол ғой негізінде мысалы. Иә. Демек, жақсы ойда, жаман ойда қандай да бір әрекеттерге алып барады. Жаман ой Әрине. бәрібір бізді қандай да бір ауруға. Енді қараңыз, бір соңғы сұрақ қойсам, сосын бір 15 минут мынау оқырмандардың сұрағына жауап берсек қалай қарайсыз? Жалпы панический атакадан шығуға бола ма деген сұрақ бар. Вообще адамдарда солай сұрақ қояды. Бұдан шықпайтын сияқтымын деген өздерінің бір утверждениесі бар. Сосын шығуға бола ма? Бұны қалай түсіндірер едіңіз? Панический атакадан 100% шыға алады адам. Вот именно КПТ осыны дәлелдеді. Кезіндегі психотерапия панический атакадан шығу мүмкін емес, невозможно деп. Мен живой примерім ғой, мысалы. Мен өзім 100% панический атакадан шығып кеткен адаммын. Мысалы, 100%. Мен бүкіл экспозицияны жасап, мысалы, 7 айда мен шықтым. Павел Сидоренко біздің, мысалы, ұстазымыз. Ол кісі 1,5 жылда шыққан экспозиция жасау арқылы. 1,5 жыл. Демек, панический атакадан 100% адам шығады, бірақ уақыт керек. Бір адамдар 3 айда шығып кетеді. Вот именно. Панический атакадан Павел Федоренко неге 1,5 жылда шықты деп айтатын болса, ол кезде ода нақты инструменттер болған жоқ. КПТ терапиясы меңгеріп, енді шықты да. Көрдіңіз ба? Ал енді қазір уже бізде инструменттер, дайын инструменттер бар. Бізге келетін клиенттерге біз инструменттер береміз, курс дайындап қойдық. Оларға шығуға 2-3 айдың ішінде толық шығып кетуге мүмкіндік бар. Ал енді бір күннің ішінде бір терапиядан шығарып жіберем деген ол қисынсыз әңгіме, ол просто адам өз-өзін алдау. Алдану өзгеге. Сол себепті адам біреулер енді алдады ғой, жаңа психотерапевттер болды ғой, мысалы кейбір психоаналитиктер болды, психосоматологтар болды, бір гипнотерапиямен панический атакадан шығарып жіберем деп уәде берді. Содан олар қатса сол терапияға, результат көрмегеннен кейін уже оларда сомнение қалыптасады, уже убеждение тоже. Менде болашақта панический атакадан шыға алмаймын деген. Бірақ бұл нәрсенің, бұл убеждениенің өзі Алланың заңына қарама-қайшы да. Өйткені Алла Тағала дейді. Әрбір қиындықтың артынан жеңілдік беремін дейді. Әрбір қиындықтың артынан жеңілдік беремін деп Алла Тағала 2 қайталап айтып жатыр да. Көрдіңіз ба? Бұл деген сөз, любой проблеманың артында бір жеңістік бар. Түсінікті ма? Егер сіз панический атакадан шыға алмай жатқан болсаңыз, біліңіз, сіз разумно дұрыс жұмыс жасап жатқан жоқсыз. Нақты инструменттермен жұмыс жасап жатқан жоқсыз. Дұрыс айтасыз. Білімсіз егер мысалы бір дәрігерге бардыңыз, сіздің асқазаныңызда ауырып тұрған болса, ол сіздің жүрегіңізді емдей берсе, мысалы тек жүрегіңізді емдей берсе, сіз скоро жүрек ауру боласыз. Мысалда? Дұрыс айтасыз ағай. Қазір мына жерде де жазып жатыр, және бізге де жазады. Енді осындай келген кезде терапевтке бардым, қанша рет психологқа бардым. Мен бірінші сұрақ қоямын, сіз қандай психологқа бардыңыз деген. Өйткені біз білеміз, психологияда өте көп бағыттар бар екенін. Оның кейбір бағыттары неврозды емдемек түгіл, тіпті күшейтіп жіберетінін де білеміз, одан сайын күшейтіп жіберетіндігін. Сондықтан мына жерде енді бізде қазір оқырмандар отыр ғой, қандай курс екенін кішкене айтып өтсек. Жалпы бізде бұл январь айынан бастап қарқынды жүріп келе жатқан курс, невроздан бақытқа, өз-өзіме психолог боламын деген офлайн, онлайн түрде болып келе жатыр. Дәл қазір онлайн форматтың соңғы аптасы. Осы бізде 2 топ бар қазір. 10 адамнан ол жерде Назерке ханыммен мен курировать етіп жатырмыз ғой. Енді нәтижесін сіз өзіңіз чатта отырып көріп жатырсыз. Жаңағы прогресс бар екендіктерін, өздеріндегі жаңағы салыстырып, до и послеларын салыстырып, кәдімгі үлкен прогресс бар екенін өздері сезініп жатыр да. Сондықтан да бізде қазір 8 декабрь күні осы онлайн курстың тағы да потогы басталады. 1 декабрь күні Шымкент қаласында офлайн түрде басталады. Ал неде онлайнда 8 декабрь күні. Офлайнда ол жерде сіздің өзіңіз өткізесіз, тікелей бір апта бойында 12-ден 5-ке дейін осы Шымкент қаласында болады. Сол жерде топтық терапия аласыз. Мен өзім жаңағы жеке беремін деп отырмын. Сол жерде бізде Алтынкүл ханым келеді. Біздің осы жерде ағайдың шәкірттері бар. Осы КПТ сіздің өзіңіздің шәкірттерді командада біздің қазір мықты шәкірттерді таңдап алып жұмыс жасап жатырмыз. Ол офлайнда да, онлайнда да біз қызмет етеміз осы келген барлық қатысушыларға. Онлайн 8-не басталады, ол 1 ай жүреді ол жерде. 1 ай бойы сіз 24/7 психолог маманмен кері байланыста боласыз. Аптасына 1 рет жеке терапия аласыз, аптасына топтық терапия аласыз. Кез келген сұрағыңызды ол жерде терапия болады. Терапиядан бөлек сізге үйге берілетін практикалар беріледі. Үйде қалай жасайсыз, жаңа экспозицияны қалай жасайсыз, қалай жасау керек.
жасай алмай жатсаңыз, тіпті бірлесіп, мен кейде айттым, видеозвонокпен сол жерде маған звондаңыз, давайте екеуміз бірлесіп барамыз, бірлесіп сол жерге дейін жүреміз, сосын келесіде сіз өзіңіз барасыз. Иә, бірінші жаңа визуализациямен, одан кейін бірге барып, одан кейін өзі барып, барынша не дейміз, қамқорлықпен бір ай бойында сіз осы жерде жұмыс жасайсыз. Бұған дейін кім қандай терапевтке барды, кім қандай курс алды, кім қандай психологқа барды, біз оны білмейміз, біз оған жауап бере алмаймыз. Бірақ біз өзіміздің курсымызға нақты 100% жауап береміз. Өте үлкен качествода видео сабақтардың барлығы бар екендігіне, және де сізді 100% күндіз де кешке де сопровождать ететін мықты мамандардың бар екеніне. Сондықтан бұл жаңа өзіңіз айтқандай, адам ұзақ ойланып жүре берсе, өзінің панический атака екенін біледі, өзінде невроз, ОКР бар екенін біледі, бірақтан бұны мышлениясымен, жаңағы ойларымен жұмыс жасамай, аннан барып қалармын, мыннан барып қалармын деп, ақшаны экономдап, аны бері жүргенімен, ол нәрсені күшейтпесе, ол нәрсе азаймайтындығын біз түсіндік. Өйткені бізге 15 жылда болған адам да келді, 60-тағы әйел да келді, 50-дегі де келді, 20 жасарда келді. Бәрінің айтатыны қандай? Мынау керісінше енді басталып, осы 1-2 жыл ғана болғандармен жұмыс жасау әлде қайда басқа да, 15-20 жыл уже подкреплениен күшейтіп алғандармен жұмыс жасау мүлдем басқа. Бірақ екеуінде де прогресс болады деп түсіндіріп айтқым келіп тұр. Өте керемет. Енді мына жерде мынау да неврозға жата ма? Осыған бір жауап берсеңіз, сәлеметсіздер ме дейді. Туыс адамдардың ауыр сөздер 1,5 айдан бері ойдан кетпей, ойша жауап беріп ұрсып жүрмін дейді. Осы проживание ма деген сізге сұрақ қойыпты. Көп уақытым кетеді екен, ойымды босатпай, өкпем қара қазандай дейді. Бұны руминация дейді. Бұл адамды разрушать ететін, адамды одан сайын тығырыққа кіргізетін, стресске түсіретін руминация дейді. Руминация дегеніміз бұл сағыз ойлар, жабысқақ ойлар деп аталады. Яғни күйіс қайтару ғой, күйіс қайтару. Адам өтіп кеткен өмірін қайта-қайта жаңағыдай қайталай беру ойша. Бұл сол проблеманы шешіп жатқан жоқ, наоборот, қайта адамды өткен өмірде ұстап қалып жатыр, қазіргі өмірден алсақтатып, қазіргі өмірді сүруге кедергі келтіріп жатыр. Жақсы, рахмет. Мына жерде проживание дегенде адамдар бір кішкене дұрыс түсінбей қалған сияқты, ашып жерсеңіз, панический атака болып жатқан кезде мен жылаймын, сол дұрыс па, бұл проживание ма деп тұр ғой енді, да? Жалпы проживать ету дегеніміз не? Сіз жаңа айттыңыз ғой, басында проживать етсе, ары қарай қауіп жоқ дедіңіз. Соны бір ашып өтсеңіз тағы да. Панический атака кезінде жылау миға, что сізде проблема бар екенін доказать ету. Миға сіз не істеп жатсыз, сигнал жіберіп жатсыз. Адам қай кезде жылайды көп жағдайда? Қайғылы жағдай болған кезде, жақыннан айырылған кезде, бір жұмысы жүрмей қалып, банкрот болған кезде, бір катастрофический жағдайдың кезінде адам жылайды. Демек, сіз жылап жатқан кезде ми не деп түсінеді? Действительно, бізде катастрофический жағдай болып жатыр. Егер мен жыласам, значит, мен өлейін деп жатырмын. Немесе мен есімнен айырылайын деп жатырмын, немесе мен ауырайын деп жатырмын. Бір нәрсе болайын деп жатыр деп. Жылау кішкене краткосрочный перспектива болады, сізде қысқа мерзімді алға ілгерілеу болады, но бірақ миға сізде опасность бар, яғни қауіп қатер бар деген нәрсені подкреплять еттіңіз, бекіттіңіз, күшейттіңіз. Келесі уже на автомате сіз жылай беретін боласыз, және панический атака одан сайын күшейе беретін болады. Жиі, оның жиілігі күшейетін болады. Ол бұрын мысалы күніге 2-3 рет келетін болса, сіз жылау арқылы оны күніге 5-6 рет, тіпті 10 рет келетіндей қылып жасап тастап жатсыз. Осындай поведенческий реакция арқылы. Жылау бұл мінез құлық реакциясы, поведенческий реакция. Ал енді соны проживать ету дегеніміз просто сол жерде келді. Ол жылаудың ешқандай маған пайдасы жоқ. Мен қазір жақсы жылаймын. Одан қандай пайда келеді? Нақты, қандай проблемам шешеді жылау? Сол кезде күлсем не болады? Мысалы, панический атака болып жатыр, күлсем не болады? Деген сұрақтар қойсаңыз да өзіңізге. Бізде ол сократтық сұрақтар деп аталады, біздің курсымызда жаңалдегі. Енді оны да толық аша алмаймыз, өйткені оның барлығы бізде құнды информациялар. Тіпті оны Павел Федоренконың өзі, басқа да психотерапевттер толық ашпайды, өйткені ол білім болғандықтан олардың барлығын сатады. Жалпы айтып жатқанда, осы сұрақтардың өзін біздің курсымызда үйрене алады. Адам өзіне қалай сұрақ қою керек екенін. Толыққанды үйренеді. Бұл панический атака өмір бойы бола бере ма дейді. Егер жұмыс жасамасаңыз бола береді деп айтар едік, Конечно, өмір бойы 20 жыл. Бүгін біз опросник жібердік группаға. Мысалы 20 жыл плюс 20 жыл болғандары бар, өміріңіздің соңына дейін де бола береді, если жүре берсеңіз. Потому что сіздің миыңыз адаптацияға түспейді ғой. Денеңіз жақсы адаптация түссе, бірақ дене де бір күн шаршайды да.
денеде бір күн панический атаканы көтеруден шаршайды. Сондықтан өмір бойы жалғастыру да сіздің таңдауыңыз, немесе шығу да сіздің таңдауыңыз. Иә. Жалпы дәл қазір бізде 24 ай бөлініп төленіп жатыр. 24 ай бар болғаны айына 18.750 теңгеден түседі. Негізі 18.750 теңгені біз бір айда былай да былай жаратып қоямыз ғой негізінде. Мақұл, дым жоқ, ақшам жоқ дегеннің өзінде бәрібір бір 10 мың теңгені жаратып қоямыз да. Сондықтан адам өзінің денсаулығына 18 мың теңгені қиып, керісінше өмір бойы осының ләззатын сезіну әлдеқайда артық шығар деп ойлаймын. Так, Жылаудың да түрі бар да, мына жерде мен бір сұраққа жауап берейінші. Құдайдан дуа қылып, яғни Құдайдан дұға қылып жылаймыз ғой, онда не қылабыз деген. Жоқ. Мына жерде қараңызшы, панический атаканың себебінен жылау ол подкрепление, что сізде катастрофический жағдай болып жатыр деген. Ол жерде Құдайға дұға жасап жылау емес ол. Ал Құдайға дұға жасап жылау адамды выгрузка жасайды. Адамды емдейді ол. Түсінесіз? Жылау смотря неге байланысты. Мысалы мен баламды жақсы көріп, сүйіп, Құдайға бергеннен нығметіне шүкір етіп жылаймын, мысалда. Ол керісінше мендегі сол нығметке деген шүкіршілікті арттырып, және менде мотивацияны күшейтуі мүмкін ол жылау. Жылаудың да түрі бар. Қараңыз, бұл жерде сіз панический атаканы ойлап, кәдімгі панический атака келді, үрейленді, значит сізде катастрофический жағдай болып жатыр деген ойда жылап жатсыз ғой. Иә. Ол наоборот подкреплять етеді. Ал енді Құдайды сағынып, Құдайға ғашықтықпен жылау, мысалы, ол әдемі ғой, мысалы, жүректі тыныштандырады, дұрыс па? Иә. Анау ұстазымыз айтады еді, көз жастың да дәрежесі бар. Біреу дүние үшін жылайды, біреу бала үшін жылайды, біреу жаңағы атака, біреу Құдай үшін жылайды. Сенің жылау көз жасың қай жақтікі деп сұрайтын еді. Сол сұрақты қою керек шығар да адам өзіне. Жүрек енді сенің жүрегің дүние үшін жыласа, ол сені ауру қылады, дұрыс па? Сенің жүрегің Алла үшін жыласа, ол сені емдейді ол. Емдейді. Міне, потому что жүрек жоқ, дүние жоқ та ол жүректе, дүние жоқ, сен Аллаға ғашық жүрек ол. Ол сені емдейді. Жақсы. Менде мынау ой келе береді дейді. Өзі адам жаратылыс қандай, өзі мынау мен ба, мен адаммын ба, менің басым ба, көзім ба, осы көзбен әлемді көріп тұрмын ба деген ой келеді дейді. Ол деперсонализация деп аталады. Өзін жатырқау. Иә. Бұның да шешімі біздің курсымызда бар. Бұдан толық арылуға болады. Иә. Жалпы сұрақтардың барлығына қойып үлгердік деп ойлаймын, аштық деп ойлаймын. Бүгінге рахмет сізге, Алла разы болсын. Барша соңына дейін отырған оқырмандарға рахмет. Осыдан өздеріңіз бір вывод шығарып, ойланып, қаншалықты менің осылай жүре бергенім маған пайда береді, немесе дәл бүгін шешім қабылдауым қаншалықты маған пайда береді деген сұрақты өздеріңізге қоятын болсаңыздар, ол ақша деген сіздің ниетіңізге қарай, сіздің құлшынысыңызға қарай, әрекетіңізге қарай келе беретін бір инструмент қой негізінде. Сіздің бір күшті сөзіңіз бар еді ғой, жаңағы ақшаны шынымен де бір қазір саған операция жасалыну керек болды, бітті, бүгін мен өмірің бітеді осы операцияны жасамасаң десе, адам қайдан болсын жердің астынан қазса да тауып алады дейді, сондай тауып алады да. Бірақ бұны бір панический атаканы жаңағы қатты бір мән бермей шығып кетемін ау, ана емшіден шығып кетемін ау, ертең бүйтсем шығып кетемін ау, пока осы тегіндерді көріп жүре берейін деген өзіне бір маңыздылық қоймаған кезде ол ақша да сізге табылмайды. Ал маңыздылық қоймау оның ары қарай үдемесе азаюына алып келмейді да. Сондықтан әрбіріңіз ойланып, бізде барлығына осы оқырмандарға бүгін жақсы шешім қабылдауына тілектеспін. Сізге сәттілік ағай, жақсы, сау болыңыз. Рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыз. Жарайды достар, сау болыңыздар, аманшылықта кездескенше.